Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Шұғыл, Қытай коронавирусты қолдап жасағанын дәлелдеп шықты. Олар әлемдегі адамдар санын қысқартып, қытайлықтарды таратып жіберу үшін бірден өлтіретін вирус жасап жүрген екен. Байқамай шығып кеткен вирус үшін енді Қытай қалай жауап беруі керек? Біз шошып отырмыз. Әжелерімізді, аталарымызды, қырылған қазақты енді кім қайтарады? Комментарийге жазыңыз. Осы қара Қытайды Алла тағала жер бетінен жойса екен. Әумин деп лайк қойыңыз. Басқа молекулярлық дәлелдермен біріктіре отырып, біздің нәтижелеріміз бұл вирустың 99.9% табиғи вирустың жасанды көшірмесі екенін көрсетеді деді иммунология зерттеушісі Валентин Брюттель. Ғалымдар осылайша вирустың зертханада шыққаны туралы дәлелдер тапқанын мәлімдеді. Зерттеушілер SARS-CoV-2 геномында қайталанбас үлгі түріндегі саусақ ізінің түрін тапты. Брюттель синтетикалық вирустарды жасайтын зертханалар алдымен ДНК-ның жеке блоктарынан геномды жинайтынын айтты. Сондықтан жиі қолданылатын блоктар сипаттамалық үлгіні жасайды. Алдын ала нәтижелер табиғи эволюцияның мұндай заңдылықтарды кездейсоқ жасаған ықтималдығы 100-ден 1 жағдайда да кездеспейтінін көрсетті. Зерттеу SARS-CoV-2 ақырында жаһандық пандемия тудырған зертханалық апаттың нәтижесінде Уханда шығарылған болуы мүмкін деген гипотезаны жасауға мүмкіндік береді. Тоқаев диктатор өзін кінәлі деп үкім шығарған бүкіл судьяларды өлім аузына тықты. Астана, Алматы және 2 облыс соттарында кадрлық өзгерістер болды. Бұл ретте 2 судья тәртіптік теріс қылық жасаған үшін қызметінен босатылды. Алматы қаласы бойынша Бостандық ауданының 2-ші аудандық сотының судьясы Сырлыбаев Қанат Қадырұлына сот алқасының қаулысымен судьяны тәртіптік теріс қылық жасаған үшін қызметінен босатылсын. Берік Асылов деген еліміздің бас прокуроры оларды енді жоғарғы жаза, яғни расстрелға дейін апарамын деп бұйрық берді. Ол үшін Асылов өлім жазасы мораториймен күресетін болады. Достар, енді ондай Тоқаев сұмырай сайлауға қатыса алады ма? Өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Қызылорда облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Бекмамбетов Ғалымжан Вахитұлына тәртіптік теріс қылық жасаған үшін қызметінен босату қажеттігі туралы сот алқасы шешімімен босатылсын делінген президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығында. Қостанай облысы облыстық сотының төрағасы Смолин Анатолий Сергеевич те отставкаға кетуіне байланысты қызметінен босатылды. Астана қаласында кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Қабиденова Динара Хакімқызы бұйрықпен басқа жұмысқа ауысуына байланысты және қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Әлхожаев Қыдырбек Қорғанбекұлы қайтыс болуына байланысты қызметінен босатылды. Осы ретте Тоқаев Марлен Мәлімгерейұлы Бекетовті Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы қызметіне және Ақтөбе сотының судьясы ретінде Омарова Марал Мырзахметқызын тағайындады. Қазақты жылатқан Америка. Дос жылатып айтады дейді ғой. Батыс басылымдары бұл аптада Қазақстан әскери доктринаға не себепті өзгерістер енгізді? Бұған Ресейдің Украинаға басқыншылығы себеп пе деген сұраққа жауап іздеді. Одан бөлек постсоветтік кеңістікте қауіпсіздік кепілгері саналатын Мәскеудің Украинадағы соғысы кесірінен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы ыдырай ма дегенге үңілді. Қазақстан әскери доктринаны не себепті жаңартты? Қазақстан өзгерістер енгізілген әскери доктринаны бекітті. Оның мазмұнында Ресейдің Украинаға басқыншылығына алаңдаушылық көрініс тапқандай деп жазады Еуразияны басылымы. 24 қазан күні Қорғаныс министрлігі Тоқаев қол қойған әскери доктринадағы өзгерістерді жария етті. Министрліктің хабарлауынша жаңартылған әскери доктрина жаңа қауіп-қатер мен тәуекелдерге жауап беру үшін елдің әскери әлеуетін арттырады. Мақала авторы Алмас Күменов құжатта әлемде жаппай қырып жоятын қару санының артуы мен физиканың жаңа принциптері негізінде жасалған жаппай қырып жоятын қару елдің әскери қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатер қатарына жатқызылғанына назар аударады. Сонымен қатар әскери ақпараттық жүйелерге бағытталған кибершабуыл мен бақ арқылы таратылатын ақпаратты қолдану да қауіп-қатер ретінде көрсетілген. Автор бұл ретте мемлекеттік ақпарат құралдары мен әлеуметтік желі арқылы пропаганда таратып, шетелде стратегиялық мақсатқа жетуді көздейтін бірден-бір ел Ресей екенін жазады. Әскери доктринада мемлекет шекарасын қорғауды күшейту туралы да жазылған. Ол үшін әскери әуе күштері заманауи қару мен әскери техникамен қамтылмақ. Құжатқа қарағанда, Қазақстан жаңа әскери техника мен қаруды алу, технология трансферті мен елде бірлескен кәсіпорындар құру үшін шетелдік компаниялармен әріптестік орнатады. Бірақ Қазақстан нақты қандай елдің компанияларынан қару мен әскери техника алдыртатыны жазылмаған.
Елдің қарулы күштері негізінен Совет кезеңінде шығарылған және Ресейде жасалған қару-жарақпен жабдықталған. Автордың пайымдауынша, Украинадағы соғыста Ресей қолданып жүрген мұндай қару мен техника тиімсіздігін көрсеткендіктен, Қазақстан қару-жарақ импортында Ресейге тәуелділіктен құтылып, оны басқа елдерден алдыртуға тырысуы мүмкін. Бірақ Мәскеумен әскери ынтымақтастық жалғаса беруі ықтимал. Өйткені құжатта Қазақстан мен Ресейдің әуе шабуылына қарсы бірлескен қорғаныс жүйесі туралы сөз болады. Десек те бұл 2013 жылы екі ел жасасқан ұзақ мерзімді келісімді еске салатын шартты дүние ғана болуы мүмкін. Ресми тұлғалар ашып айтпаса да, қауіпсіздік саласындағы кейбір сарапшылар Қазақстан әскери салада одақтастарды іздеп жүр деп есептейді. Еуразияны бұл ретте Алматыдағы Еуразия интеграциясы институтының директоры Оразғали Селтеевтің Telegram арнасындағы пікірін келтіреді. Селтеев геосаяси ахуал өзгеріп жатқан тұста, Қазақстан НАТОға мүше Түркиямен стратегиялық әріптестікті дамытуға барынша күш салып жатыр деп кескен. Мамыр айында ақпарат құралдары Қазақстан Түркиямен жасалған келісім нәтижесінде елде әңкі дрондарын шығаратынын хабарлаған. ақш-та шығатын дипломат басылымы әскери доктринаны жаңарту себебін қаңтар оқиғасымен байланыстырады. Мақала авторы қауіпсіздік мәселелерін зерттеу жөніндегі Джордж Маршалл атындағы Еуропа орталығының профессоры Григорий Глисон доктринаға енгізілген өзгерістер Қазақстанның сыртқы саясаттағы ұстанымы өзгермегенін, көпвекторлы саясатты күшейтетінін көрсетеді деп есептейді. Бірақ зерттеушінің ойынша жаңартылған доктрина елдегі күшті құрылымдар арасындағы балансты өзгертіп, президент әкімшілігінің өкілетін күшейтті. Әлемдегі саяси тұрақсыздық және Ресейдің Украинадағы соғысынан туындаған стратегиялық бәсеке кезінде Қазақстан Ресейдің қысымына көніп, әскери позициясын өзгертеме, Мәскеудің батысқа қарсы блогына кіреме деген сұрақ әуеде бос қалқып қалған. Қазақстан күштік құрылымдарындағы шенеуніктер жаңа доктринада Қазақстан Ресейдің сыртқы саяси мүддесіне ығысатын шығар деп топшылаған. Бірақ жаңартылған әскери доктрина сыртқы саясаттағы өзгерістерді көрсетпейді. Құжат Қазақстанның сыртқы саясатында күштерді баланстау әрекеті күшейетінін әйгіледі дейді автор. Құжаттағы өзгерістер күштік құрылымдардың елдегі тәртіпсіздіктерге қарсы әрекет ету қабілетін арттыруды қамтиды. Глисонның ойынша, бұл әскери доктрина елдің сыртқы саяси бағытын өзгертуге емес, елдегі билікті нығайтуға бағытталған. Мысалы, құжаттың 19-ші бабы ұлттық ұланның құрылымын жетілдіріп, құрамын күшейтуді көздейді. Сонымен қатар ел ішіндегі дағдарыс, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай, төтенше және соғыс, ішкі қарулы жанжалдың жолын кесу кезінде әскерді қолданудың тәсілдері енгізілетіні айтылған. Автор ел ішіндегі дағдарыс не екені ашылып айтылмаса да, бұл жерде қаңтар оқиғасы тәрізді толқуларды басу үшін әскери күшті қолдану сөз болып тұр деп есептейді. Осы үшін видеоға лайк қойып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.